математика қайта бастаймын. Қарағанды облысы Ақтоғай ауданы Күләш Байсейітова атындағы Тірек мектебінің математика пән мұғалімімін. Бүгінгі трансляцияға өзімнің әдістемелік құралымда сіздермен бөлісуге алып шығып отырмын. 5-9 сынып мұғалімдеріне арналған практикалық әдістемелік нұсқаулық, тақырыбы цифрлы құралдар арқылы математикалық ойлауды дамыту. Құралдың мақсаты математика сабақтарында геогебра, десмос және басқа цифрлы құралдарды тиімді пайдалану арқылы білім алушылардың математикалық ойлау, зерттеу, талдау қабілеттерін және функционалдық сауаттылықтарын дамытуға арналған әдістемелік құралды ұсынып отырмын. Енді бұл жерде дәстүрлі оқыту мен цифрлық оқытуды салыстыра кетейін. Мақсат дәстүрлі оқытудың мақсаты жаттау және қайталау болатын. Бұл жерде оқушының рөлі тыңдаушы және орындаушы болатын. Нәтижесінде механикалық алгоритм бойынша біз не айтамыз, соны орындайтын. Ал цифрлық оқытудың айырмашылығы мақсаты функционалдық сауаттылық дамытады және анализ жасай алады оқушылар. Оқушы рөлі бұл жерде зерттеуші, модель жасаушы болып кетеді. Нәтижесінде дәлелдей алады, шешім қабылдай алады өз беттерімен және визуалды елестете отырып талдай алады. Енді бұл құралдың жаңашылдығы жаңартылған білім беру стандарттары білім алушылардың функционалдық сауаттылығын, цифрлық құзыреттілігін және зерттеушілік қабілеттерін қалыптастыруды көздейді. Отандық білім беруде цифрлық технологияларды тиімді пайдалану арқылы 5-9 сынып білім алушыларының математикалық ойлауын, шығармашылық және зерттеушілік қабілеттерін дамытуға бағытталған. Ең бірінші логикалық ойлау дағдыларын, қабілеттерін дамытудың себебіне тоқталайын. Логикалық ойлауды дамыту үшін себеп-салдар байланыстарын анықтау және дәлелдей білу керек екен. Екінші, абстрактылы ойлау дағдыларын дамыту үшін нақты сандардың айнымалылары мен жалпыланған модельдерге көшу. Үшінші, көрнекі образды ойлау. Осы жерде визуалды бала елестете алу керек. Мысалы, формулаларды графикалық және кеңістік түрде елестете алу керек. Ол жерде біз жаңағы қолданылатын платформалар көмекке келеді. Әрі қарай шығармашылық ойлау, дәстүрлі емес тәсілдерді, проблемаларды шешу. Сыни ойлауда өз шешімін және графиктік нәтижелерді талдап бағалай алу керек. Енді бізге керегі цифрлық орта. Қазіргі дамыған кезімізде цифрлық ортасыз болмай отыр ғой біздің біліміміз. Сондықтан мынандай мақсат қойылды: оқушыларды бақылаушыдан зерттеушіге айналдыру. Бұл жерде 3 деңгей қарастырылады. Бірінші, репродуктивтік деңгей, дайын алгоритмді жаттау және қайталау. Дайын алгоритммен олар жаңағы аса ұзаққа кете алмайтыны анық. Өйткені мәтінді оқығанның өзінде жете түсінбесе, әрмен қарай логикалық ойлауы болмайды уже. Бұл деңгейді көтере алмаймыз. Сондықтан ең бірінші мәтінді түсіне оқыған бала, екінші логикалық талдау деңгейді алып кете алады. Себеп-салдарды түсіну және тәсілдерді салыстыру. Үшінші деңгейі шығармашылық зерттеушілік деңгей, гипотезаны ұсыну, жаңа заңдылықтарды ашу және модельдеу. Енді мемлекеттік стандартты және оқу бағдарламасын, оқу мақсаттарын ескере отырып алынған тақырыптар. Осы әдістемелік құралдың ішіне осындай тақырыптар алынды. 5-ші сынып бойынша геометриялық ұғымдарды визуалдау, үшбұрыш түрлерін зерттеу, бұрыш және оның өлшемі. 6-шы сынып бойынша сызықтық функция графигін зерттеу, пропорция ұғымы, симметрия ұғымын және айналу бейнелерін визуалдау. Сан ұғымы мен координат теріс сандар және сан өсі тақырыбын алынды.
Жетінші сынып бойынша шеңбер және дөңгелек функция, нүктелер мен функция арасындағы байланыс, алгебралық өрнектер мен теңдеулерді динамикалық модельдеу. 8-ші сынып бойынша квадраттық функцияның графигі, графиктердің түрлендірілуі және берілген осы функциядағы параметрлердің әсерлері. Оны қазір платформаларды көрсеткен кезде осы қалай параметрлер жұмыс жасайтынын көрсетіп кетемін. Әрі қарай графигін салыстыру. 9-шы сынып бойынша тригонометриялық және аналитикалық геометриядағы интерактивті модельдер, бірлік шеңбер және бұрыштық өлшем, түзу мен шеңбердің теңдеулері, түзудің және шеңбердің теңдеуін динамикалық түрде зерттеу, функциялардың қиылысу нүктесін табу. Осындай тақырыптарға тоқталдым. Енді цифрлық білім беру экожүйесінде бізде геогебра көмекке келіп отыр. Бұл платформаларға тоқталып айтып кеткендей отыр. Геогебраны геометрияда көбіне қолданамыз, және динамикада қолдануға болады. Фигураларды түрлендіру, 2D, 3D модельдеу, визуалды дәлелдеу. Осындай дәлелдеу жасау үшін геогебраны жақсы қолданады балалар. Десмос алгебра және функциялар тақырыптарына көбірек қолданылады, өйткені ол жерде параметрлік слайдерлер, графиктерді қатар салыстыру деген жұмыстар жүргізіледі. Енді осы слайдерлерді өзгерту арқылы графиктерді жақсы салыстыра алады оқушылар. Келесі фет тәжірибе және симуляция. Математикалық заңдылықтарды нақты өмірлік симуляциялармен байланыстыра алады. 4-ші мазигон және классик интерактивті ортада жеке оқу траекториясы болады баланың, нақты уақыттағы мұғалімнің бағалауға қолданылатындар. Енді мұғалім үшін мектеп математикасын оқытуда басты мақсат оқушыны есеп шығару техникасына ғана үйрету емес, оның математикалық ойлау қабілетін, логикалық пайымдау, модельдеу, талдау және дәлелдеу дағдыларын дамыту болып табылады. Цифрлық дәуірде мұғалімнің міндеті білімді тек жеткізуші емес, оқушының танымдық белсенділігін арттырушы, зерттеушілікке жетелеуші, шығармашыл тұлғаға айналдырушы координатор болып табылады. Геогебра геометриялық визуалдық қозғалтқышы. Геогебраны қолданған кезде, мысалы, динамикалық бір объектіні алайық, ол нүкте болсын. Нүктелерді жылжыту және оның орнын ауыстыру кездерінде заңдылықтары өзгермейді, сақталады, бірақ автоматты түрде бұрыштар ауысады және алгебралық терезеде формулалары ауысып автоматты түрде қойылады. Енді нәтижесі неде? Оқушы теореманы жаттамайды, оны өз қолымен дәлелдейді. Біріншіден уақытты үнемдейді, екіншіден көмекші арқылы тез дәлелдеп шығуға нәтиже береді. Десмос алгебралық модельдеу қозғалтқышы, интерактивті кестелер. Ең бірінші біз осы плюс батырмасынан бастаймыз. Плюс батырмасын басқан кезде формула, кесте және график арасындағы байланыстар көрінеді. Екінші слайдерлер арқылы өзгерте аламыз. Мысалы, А-ның мәнін өзгертсек, Б-ның мәнін, С-ның мәнін өзгертсек, график өзгереді. Коэффициенттің графикке әсерін бірден көреді. Үшіншіде көптеген графиктер функцияларды қатар қойып қиылысу нүктелерін табады. Қиылысу нүктелерін табу үшін бірнеше графиктерді қояды мына жерде. Не болмаса, кейде балалар былай қызығушылық танытып, өздері жаңағы жанында отырған балалардың, көршілерінің функцияларын алып қойып, өзара өздері салыстырып көріп жатады. Қай жерде қиылысу болғанын, қай жерде қайсының графигі созыңқы, қайсының графигі жаңағы созыңқы емес, солардың бәрін салыстыра отырып, өздері дәлелдеп көре алады бұл жерде.
Абстрактылы формулалар көзбен көретін, басқаруға болатын модельге айналып келеді. Құр формулаларды жаттап отыра бермейді бұл жерде. Соның барлығын қолдану арқылы бұлар модельге айналдырады. Енді келесі 5 қадамдық цифрлық зерттеу циклы бар. Осы циклдарды біз әрқайсымыз қолданамыз, әр сабақта қолданамыз, әріптестер. Сіздер де қолданып жүрген ойлаймын, енді сұрап мазаларыңызды алмай ақ қояйын. Мәселені анықтау, бірінші мысалы мәтінді дұрыстап оқып, мәселені анықтап алмаса, мәтінді дұрыс оқымағаннан кейін болжам да жасай алмайды, дәлелдеуге де шыға алмайтыны анық қой. Сондықтан ең бірінші мәтінді оқып, мәселе тудыру керек. Қандай мәселе болып тұр бұл жерде, соны анықтауымыз керек. Екінші, ол мәселені анықтаған Даусыңыз естілмей қалды. интернет өшіп қалды ма? Даусыңыз естілмей қалды ғой. Әріптестер, сізге естіліп тұр ма? Жоқ, қатып тұр. Естілмей қалды ма? Енді ше? Даусым естілді. Экран көрінбей тұр. Экраным кетіп қалды ма? Енді ше? Жоқ, қайтадан. Экраныңыз қайтадан поделиться басыңыз. Енді залым өшіп қалған сияқты. Мен қайта кірейінші, ренжімесеңіздер қазір. Запись экраны тұра берсін бұнда? Білмедім, мынау өшіп қалды менде. Қалай өшіп кетті? Жақсы сөйлеп тұр едім. Менде өшіп қалды деймін. Өшіре тұрасыз ба онда? Қайта бастайын ба? Жоқ, жалғастыра беріңіз. Мен зум өшіп қалды ғой деймін мына жерде. Жоқ, зумға қосылып тұрсыз ғой. Ау, мен соткадан мына жалпы компьютердағым өшіп қалып отыр. Компьютердағым өшіп қалды, қазір мен қосып алайын. Ой. Өшіп қалды нем? Тоқтатайын ба экранды запись сонда? Приостанови. Айта беріңіз. Ой, қазір. Дұрыс болмай қалды. Енді көрініп тұр, иә? Айта беріңіз, запись қосылып тұр. Сіз өзіңіз етсеңіз қайтеді, поделиться, сіз жіберсеңіз слайдыңызды. Менде жалпы интернет өшіп қалды, компьютердағы мектеп интернетті. Қосылмай тұр. Компьютер зумға қосылмай тұр ғой. Компьютердан қосыла алмай тұрмын. Енді осылай айта берейін, бұл жерде цифрлық экспериментке барады. Сол цифрлық экспериментке барған кезде гипотезадан кейін геогебра, гесмос жаңағы берілген платформалар арқылы шамаларды өзгерте алады, жаңа дәлелдеу жұмыстарын жүргізу үшін біраз ақпараттар жасайды. Енді төртінші талдау және дәлелдеу. Алынған нәтижелерден заңдылықтарды анықтайды да, балалар дәлелдейді бұл жерде. Рефлексияда нәтижені бағалау және жаңа сұрақтар қою. Өздері осы соңында мен негізі оларды дескриптор құруға, сұрақ қоюға үйретемін. Дескрипторды да өздері құрастыра алады. Енді келесі цифрлық сабақтың әмбебап алгоритмі бізде қызығушылықты оятатын. Бұл әмбебап алгоритмі деп отырғаным, өйткені әр сабақта әріптестер бәріміз осыны қолданамыз. Бірінші қызығушылықты ояту, ол 5 минут беріледі. Өмірлік мысалдар арқылы проблемалық жағдай тудыратын кез басында өзіміз тақырыпты мысалы ашқан кезде бәрінде бүгінгі мақсатымызға жету үшін не жасауымыз керек деп бәрін анықтап аламыз ғой, сол кез қызығушылықты ояту.
Екінші, жаңа тақырыпты меңгеру кезінде геогебра көмектеседі, интерактивті модель көрсету, заңдылықты оқушымен бірге ашу, осы екінші бөлімде 15 минут беріледі оған. Үшінші бекіту және зерттеу 15 минут беріледі. Десмос платформасын алып, оқушылардың жеке эксперимент жасауын, параметрлерді өзгертуін көрсетеді. Төртінші, рефлексия және бағалау. Бұл жерге мен класс кикті алып тұрмын. Нақты уақыт режимінде кері байланыс беремді осы жерде. Осы жерде өздерін бағалайды, топты бағалайды, және мұғалімнің бағасымен, мұғалім енді солардың бағасын ескере отырып, соңында бағалауды қоя алады. Әрі қарай 5-6 сыныптарда негіздерді визуалдау. Міне осы жерде геогебраны қолданып, геометриялық пішіндер, симметрия, бұрыштар деген тақырыпта қолданып, мынандай әдіс тәсілдер орындалады. Мысалы, оқушының әдісі бұл. Не істейді оқушы? Пішіндерді созу, бақылайды, симметрия өсін зерттейді. 6 сынып құралы Десмос, жаңа платформамыз Десмос. Тақырыптар: сан өсі, теріс сандар, координаталар жүйесі. Оқушының әдісі: нүктелерді координат жүйесінде жылжытады, X және Y мәндерін өзгерту бағытын көзбен көреді. Өздері жылжытып отырып көре алады. Жылжығанда, нүктелерді жылжытқанда қандай эффект шығатынын өз көздерімен көреді. Келесі 7 сынып тақырыбы алгебралық өрнектерді динамикалық модельдеу. Міне, біз үшін мынау ең оңай функция сияқты көрінеді, бірақ оқушылар осыған жаңағы зерттеу жұмыстарын жүргізген кезде мынандай мақсат қояды: теңдеулер мен өрнектерді визуалды түрде айналдыру. Оған қандай құрал қолданды? Десмос слайдерлерін қолданады. Слайдерлер дегеніміз жаңағы коэффициенттерін өзгерте отырып, әртүрлі жұмыс жасайды. Қалай зерттейді? Міне, нені зерттейді? Зерттеу нысаны бұл жерде түзу болып табылады. Осы түзуді М және Б коэффициенттерін өзгерте отырып, графиктің қисаюын және кеңістіктегі орнын бақылай алады, себеп салдарын түсіне алады. Себеп салдары дегеніміз енді жаңағы слайдерлерді ауыстырған кезде график қалай өзгереді, қандай жұмыс жасайды, соны өз көздерімен көріп, тұжырымдай алады. Келесі 8 сынып бойынша функциялар мен графиктерді терең зерттеу. Бұл жерде мақсаты квадратты функцияның, берілген осы квадратты функцияның қасиеттерін толық меңгеру. Қандай құрал арқылы? Геогебра, Десмос арқылы. Зерттеу нысаны параболаның түрленуі. Қалай түрленді, соны көру керек оқушы. Оқушының әрекеті бұл жерде таңбасын өзгерту арқылы бағытты анықтау, бірнеше функцияны қатар қойып, олардың қиылысу нүктелерін, теңдеулер жүйесінің шешімін визуалды түрде табу. Енді бұл жерде қандай өзгерістер көре алады?